ағай салқындайсыз. Бір жеріңіз салқындайсыз. Ұнайды ма? Ұнайды ма? Қарай, мынау сағыр. Саштысы бай әперіне бай? Я мен іштеке істемен жоқпын, мен машина отырдым ғой мақта. Қоя отыр. Іштеппін ғой. Ал келесі сабақ бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі. Пернебай! Пернебай, бұл не бассыздыға? Жетейін мен саған. Неге мен столыма қарсы алып өткездің? Ағай жіберіңізші. Мына қалқан құлағыңды бұрап жұлып алайын ба? Қазір ата-анаңды шақырып, директорға келіп түсініктеме жазасыңдар. Түсіндің ба? Иә. Ойнапсың менімен. Көрсетейін саған. Құры бар еді. Саламатсыңдар ма балалар? Не? Амандасып жіберіспеген ба не сендерге? Ой аға кешіріңізші, кірген байқамай қалдым. Саламатсыз ба? Отырыңдар мен. Кім жоқ бүгін сабақта? Пернебай. Тағы да жоқ болса сабақта. Ағай кіруге рұқсат бар. Сені тағы кешіктің ба? Кір. Үстіңдегі не анау? Формаң қайда? Любашкин кепе қапты. Это ақмақ Айко. Қазына түріңді директор тексеріп келсе. Саған емес, маған түседі ғой сөз. Отыр бұл. Оқушылар, сабағымызды бастайық. Бүгінгі Айконды жазамыз. Бүгін нешесі балалар? Қаңтардың 15-і. Ой Алла, Пернебай. Сен сол қаңтардың 15-інен бері әлі келген жоқсың ба? Бүгін уже ақпанның бірі Пернебай. Дәптерлерін алыңдар, жазыңдар тез. Ақпанның Ой, Пернебай. Менен дәптер сұрай береді. Ой, қайтарам ки. Спес болды. Ал балалар, бүгінгі Айкон жаздыңдар ма? Иә. Енді мен үй жұмысын сұрайым. Тұр Пернебай орнынан. Саған сұрақ. Бөлшек дегеніміз не? Ағай кесіріңізші. Кеше қонақтар келеді, дайындаламай қалдым. Сен қонақтар келсе де, келмесең де, бәрібір дайындаламайсың ғой. Отыр, екі. Миың баспа, іші толған су сен. Сен күлмей тұр. Өзі бір қатық болған. Бөлшек дегеніміз не? Жатта болсам болады ма? Жатта болсам болады ма? Менде саған да енді. Сенің де миың су. Дым білмейсіздер. Ағай жаман ағай келе. Қатақ. Ғалымжан ағайымыз күшті еді. Қатал ағай біздің басымыздан ұра береді. Не күш-пішін ала? Сабақ бізде диктант. Диктант жазып отыр. Жазыңдар.
Ақырып, арыстан мен тышқан. Арыстан мен тышқан. Ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың. Ағай, ручкам жазылмай қалды. Ручкам жазбай қалды дейсің ба? Иә. Мұрныңмен жаз, мұрныңмен онда. Ағай, қалай? Қалай дейсің бейші? Көрсетіп. Бұлай, үстіп жазасың, түсіндің ба? Не мешін деген, не? Әрдайым әкеліп жүретін ба? Мә, артық сап жүрмейсің ба? Неге мен шақым көзі? Жазыңдар. Тоғайдың. Ағай, онда жазылмайды ғой. Мәш. Вообще жазылмайды. Жақсылықтың қайтарымы болатын жақсы түсініпті. Жазыңдар ма балалар? Иә. Енді дәптер жинаймыз. Маған бір тілік беріңдер. Кәдімгі сендер сауатсыз болады. Қаншақаларың қандай екен ойын екен. Фу! Не мынау? Мынау врачың жазу ма, немене? Уже қате тауып жатырмын мынадан. Мынауыңа қып-қызыл шимай болады. Мына жазуыңды өзің істейсің ба даже? Иә. Қазір мен саған екі қойып беремін, оны атырым. Оқушылар, сендер неме тұптың жұқпайсыңдар, а? Пернебай, немене сағыз жетісіп шайнаңдап отырсың, а? Сабақ сөйтіп қатырып оқитын бедің? Таста бар сағызыңды. Алма. Қарсы бе? Жазыңдар. Балалар, мен жаңа тақырып түсіндіріп жатырмын, жазыңдар мынаны десіз. Жіберме. Пернебай, кітапқа не? Баспен көріп кеткенсің ба? Болды. Мына телефонды мен директорге апарам. 25 майда бірақ көресің. Сен білесің ғой мектепке телефон айтып болмайтынын. Ағай, енді алып келмеймін. Оны ертерек ойлану керек, Пернебай. Болды. Телефонды 25 майда ғана көресің. Соңғы кездесіп көрсің ол телефон. Ал өзің берген. Әбден жыныма тиіп кеткен. Бүкіл мектептің қанын ішкен баласы тұрушы. Тарса тұр осы жерде. Табақтың соңына әкін тұрасың. Ал достар, осымен біздің сіздерге арнап түсірген видеомыз осымен аяқталды. Сіздерге ұнаған деген ойдамыз. Достар, сіздердің қолдауларыңызға өте көп рахмет. Алда талай қызықты видеолар болады.
Ya dostlar, bizim kanalımızga mіндетті түрде тіркелуді unutmayыңыздар. Келесі videoda кездескенше Sağ olыңыздар.